Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Өте әдемі әрі ең дәмді вафли дайындайтын боламыз. Өте қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай өте керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Бізге бар болғанда 2 ғана жұмыртқа қажет. Енді құмшекер саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Венчик болмаса, вилкамен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап осылай астынан үстіне қарай араластырып, құмшекеріміз толықтай еруі қажет. Жұмыртқамыз араласып. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді сұйық майымызды құятын боламыз, күнбағыс майын. Енді барлығын тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Барлығын толықтай жазып қойдым. Осымен дайын болды. Енді бізге ұн қажет. Мөлшерден көп ұн салмайсыздар, сонда өте әдемі болып шығады. Енді ұнымызды жақсылап араластыратын боламыз. Толықтай араластырмайсыздар осы жерде. Өйткені біз қазір сүт қосатын боламыз. Осылай тез-тез араластырып аламыз. Енді разъединитель саламыз. Тағы да осылай 1-2 рет араластырып аламыз. Онымен қосып салсаңыздар да болады. Енді үстінен сүт құямыз. Алдын ала сүтті жұмыртқаны шығарып қойған дұрыс, сонда әдемі көтерілетін болады. Жылы болса, енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде сұйық масса шығуы қажет. Толықта араластырып аласыздар, ешқандай комочек болып қалмауы қажет. Бізде осындай өте әдемі масса шықты. Енді вафельницамызды кішкене қыздырып аламыз. Егер сіздердікі жабысатын болса, кішкене астына күнбағыс майын жағып алсаңыздар болады. Табамыз қысқаннан кейін барып, осылай құятын боламыз. Өздеріңіз мөлшерлеп құясыздар. Көп құюдың қажеті жоқ, сыртына қарай ағып кетеді. Енді бетін жауып пісіретін боламыз. Екі беті де бірдей әдемі болып шығады. Осылай шығып жатыр. Толықтай қызартып. Барлығын осылай салып шығасыздар. Вилканың көмегімен немесе пышақпен осылай екінші бетіне аударып алатын боламыз. Осылай қызарып, өте әдемі болып пісіп жатыр. Негізі осы бас жағынан бастап құйған дұрыс, сонда ағып кетпейді. Үстінен жапқан кезде өзі барлық шетіне толып, әдемі болып шығады. Бірінші пісіріп көресіздер, өзі нормасын біліп аласыздар, содан кейін барлығын осылай пісіріп алдық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша фрукты, сгущенка қоссаңыздар болады.